Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Үрей мен үміт. Қапқара жалын тозақтан қорқам, тозақтан сұп-суық хабар кеп жете ме деп сожақтан, шыжылдап майлар, шатырлап сүйек жанғанда, лағнет айтып 5 күндік сынақ жалғанға, ібілісті қарғап түзу бір жолдан тайдырған, азапқа лайық, мазаққа ғана сай қылған, мыңшақты емес, миллион жылға айдалып, қор болар мекем қып-қызыл шоққа айналып, адамның ұлым дүниеге мынау таралған, дәрежемді айтсам періштеден артық жаралған, бүгінде бірақ періште қайда, мен қайда, кім созар қолын, мүшкілдеу біздің жағдайға, бауырларым да, балашағам, дос, жекжатым, шайқаспай беріліп шайтанға әскер боп жатыр, бәрі де дана, бәрі де көсем шетінен, дәуірлеп дәурен сүруге мықтап бекіген, ақырет қамын жасамай жүріп әлекпен, Алланың ұлы мейірімінен дәметкен, сол оттан қорқам, тозақтан қорқам, тозақтан, көрмейді соны қазақтар біздің көз аққан, ағылған солай парақорлардың парады, маскүнемің әне қолтығына қысқан арағы, жемқорың анау отырған әрең тыныстап, зинахорың жүр шоколад шампан гүл ұстап. Сопылар кетті, Аллаға пірін серік қып, зіркілдеп зікір салғандарыңнан зеріктік, дымыңды білмес дүмшелер кетті молда боп, Құдайым оңда, әруағым өзің қолда деп, сәуегей, балгер, тәуіптер кетті дес бермей, Құранның қатал ескертпелерінен сескенбей, әр төмпешіктің әулие санап асыға, мәрмәрден өріп кесене салдық басына. Қарасаң қайда, ағылда тегіл ысырап, ысталды кеуде тәңір кәріне ұшырап, өнерде жүрген сезімнің сансыз құлдары, сендерде болдың атақпен даңқтың құрбаны, ақын мен әнші серліктен ептеп татса дәм, оралың бар да ойнада гүл деп қақсаған. Жазушы қайтпек, бауыры бүтін басаман, кейіпкерлердің тағдырын ойдан жасаған, сан ғасыр бұрын бақилық болған кісінің қиялға еріп салам сурет мүсінін, айтылған ғайбат сөздерге сөзсіз жауап бар, саулайды тілден тірнектеп жиған сауаптар, қалады ертең қарықта қарқ күлкі қалжыңың, тозақта шөлдеп ішкенде ыстық қандырың, жегенің сонда тікенек тектес ас болса, атанаңмен де алмайсың онда достаса. Шайтанға тозақ, жәннаттан оған үміт жоқ, сол құлдақтар да әкетіп жатыр үгіттеп. Сондықтан түскен 4 кітап, сансыз пайғамбар, сақтаныңдар деп сайтани сауық сайраннан, жаратушы өзі жөн сілтеп сені қорғаса, азғырушыға қашқын келеді алдаса, ғибадат түгел, құлшылық бүтін болмаса, ниетім түзу, жүрек таза деу далбаса. Раббына құл боп өмір сүргісі келмеген, түсінбей қойдым тәкәппар елге мен, көз жұмып барып ел ішкен уды мен де ішкем, әдісі артық нәпсімді сонда жеңбестен, сәл ерте білсем сан соғып қалмай оңбастан, сәждеге маңдай тигізбес пе едім он жастан. Құрышты судай қайнатқан пештен көп ыстық, азаптан қорқпай әзәзілдермен өбістік, қимастай қызық хараммен жиған мал мүлік, сорлатар мекен төзгісіз отта жандырып, өртеніп жатып, өлейін десем өле алмай, өкірер мекем өмірге екі келе алмай. Біз қайбір достар пайғамбар сынды асыл ек, асығып аққан судаймыз, құмы тасы көп, шын мұсылман боп өте алмау сұмдық қасірет. Жәрдем бер Алла, жәннатты бізге нәсіп ет. Әмин. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Қадір түні. Алыс-алыс елдерде, асу-асу белдерде, тілек тілер тәңірден, қадір түні келгенде. Қадір түні ардақты мұңайдан да, шаттық нұры шашылсын мұңайғанға, дәулет беріп немесе нәубет беріп, өз жаратқан құлдарын сынайды Алла. Салып қойған тағдырға терең өрнек, бір тәңірден білгірде көреген жоқ, тілейікші адамзат баласына, иман менен игілік бере көр деп. Татулығын тілейік ел мен елдің,
көлеңкесін түсірмей көлденең мұң мейірімін оят деп жүректердің, пейілдерін кеңейт деп пенделердің, ала-құла ойлардан арылса көп, қуаныштан жүректер жарылса тек, жамағат боп тілейік жаратқаннан, жақсылықпен жер бетін жарылқа деп, ақиқаттан адаспай мың сан арман, жайнан қағып жұлдыздай тұрса далдан, кірпігілмей шығар ет таң атқанша, қадір түннің қадірін білсе адамдар. Бауырлар, көктем етіп көркейтсе де маңайын, көріп жүрміз өкпешілдің талайын, өшігуді қояйықшы өзгеге, кешірімді болайықшы ағайын. Көк нөсерін көл етсе де жауындар, көкпен жерді сел етсе де дауылдар, пейіліңді пенделікпен тарылтпай, мейірімді болайықшы бауырлар. Болашаққа қол ұстасып барайық, ақиқаттың аулын іздеп табайық, кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, кішіпейіл болайықшы қалайық. Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп, сонда дағы бөлінумен шаршап ек, өзімізге қалайтұғын нәрсені тілейікші өзгеге де болса деп. Ұлттың қамын жүректермен ұғынып, жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, қаратайық құбылаға жүздерді, таратайық адамзатқа жылылық. Біз ақылдың ақсап пайымы, ақырет жұртын аз ойлай, дүниенің улап уайымы, қарайды жүрек қазандай, қайнайды қаның сақырлап, ойында жұрттың осы әлем, мешітке бармай топырлап, мазарға қарай қаша дел. Ібіліс салып ылаңды, көркем бір түрде көкітті, тіріге түскен құранды, өліге арнап оқытты. Сандалып қалған соқырлар саңырауға үміт артады, зиялы деген батырлар зиянға қарай тартады. Шулатып жер мен жаһанды, шуаққа түнек шүйліккен, тура жол тапқан адамды турауға дайын биліктел. Асығы тұрып алшыдан, сайтанның сойқан айтағы, жаралған бейбақ тамшыдан жаратқанға ақыл айтады. Ұғалмай қақтым таңдай көп, ұялалмаймыз неге біз, өзіміз мінсіз жандай боп, өзгені қатты сөгеміз. Пайымдай алмай бойыма, пайдасыз ілім жинадым, шайтанның салған ойынан, шайқалды талай иманым. Иманым осал беунеге, жиғаным оттан сақтар ма, қорқыныш берші кеудеме, үрейден бірақ сақталла. Қалтафон. Жұмыста 1,5 сағатқа интернет өшіп қалды. Әріптестерімізбен әңгімелестік. Әжептәуір адамдар екен дейді. Адамдардың арасында наркотикке, араққа, құмар ойынға, тіпті зинақорлыққа тәуелді болып қалғандар бар. Олар үшін өмірде сол өздері тәуелді болып қалған нәрседен басқа ешқандай қызық қалмайды. Сондай сойқанның тағы бір түрі әлеуметтік желісі, интернеті бар қалтафон мен планшеттер болып тұр. Мұндай ауруға ұшырағандар ұшқыр көліктерді жүргізіп келе жатып та, тамақ ішіп отырып та, көзі ұйқыға кетіп бара жатып та, қолындағы алақандай экранға жалтақтай береді. Ең қорқынышты жағдай, оларға ешкімде, ештеңеде керек болмай қалады. Олар анасы өліп жатса да қайғыра алмайтын жағдайға ұшырайды. Мектеп жасындағы балаларға жыл сайын жазғы каникулда Құран жаттатып жүрген Әлімбек бауырымыз айтқан әңгіме бар еді. Балаларды алаңдатып, көңілдерін бөлмеу үшін ұялы телефондарын жинап аламыз. Бір күні бір бала жылап отыр, себебін сұрадық. Әке-шешеңді сағындың ба десек, жоқ дейді. Атаң мен әжеңді сағындың ба десек, оған да жоқ дейді. Енді не керек десек, соткамды сағындым деп еңірейді дейді. Шындығында бұл күлетін емес, жылайтын жағдай болып тұр. Дәл осындай қалтафонның себебінен ажырасып жатқандар да өмірде аз емес. Жас келін күн сайын шешесіне телефонмен жылап еңірей берсе, оның жаны қайтып шыдасын. Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп жұлқынып шауып келмей ме? Айта берсе, бұдан келетін қауіп, оның пайдасын 10 ұрап алатын түрі бар. Ешкім жазаламайтын бір ұрылар бар. Олар сенің уақытыңды ұрлаушылар депті Наполеон деген император. Осы күні қамшының сабындай ғана өмірдің тең жартысын теледидар мен телефонға телмірумен өткізетініміз алтыннан қымбат болған минуттары мен сағаттарын бағаламайтындығымыздан. Ысыраптың жақсы жоқ, ал ең жаманы уақытты ысырап ету. Секунд сайын өміріміз қысқарып, өліміміз мысық табандап жақындап келеді. Сонымен үңілгенді айфонға күнбе-күн мың, бас еттің азаматтық міндетіңнің, бетін сүрте бергенше айпатыңның, шашынан сипасаңшы бір жетімнің. Сотқа қарау заманның шарты меді, пенденің парасаты парқы меді, лайк жинап алданып мәз болғанша сауап жинап қалғаның артық еді.
байқамастай көрместей айналаңды виртуалды бір әлем байлап алды. Шын ішінен шыға алмай шыр айналдың, шынайы өмір ойлашы қайда қалды? Дүниенің қызығы уысыңда, жүрек бар ма кеудеңнің қуысында? Андроидты телефон болды жалғыз, балашаға дос жаран туысыңда. Ауыз бауыз елге сыр айталмайсың, құмарға бір кірген соң қайталмайсың, саусақпенен сотканның бетін сипау құлшылық боп кеткенін байқамайсың. Онсыз да қысқы өмірде қадір қалмай, қарап тұрып өкпемнің қабын қанай, иірім тартпа құрдым бәрі қалтафонның ішінен табылғанай. Ақиқатты қанша керек десең де, сен сүймейсің, сүймейді әке шешең де. Ол жоқ жерде құлпырасың, гүлдейсің, өткен оның не екенін білмейсің. Ақиқат ол айту жөндеп расын, адамдардың санау емес күнәсін. Ақиқат ол ақын демес бәлеқор, ақиқат ол әкім демес парақор. Ақиқат ол көп адамның мұндағы отты шұңқыр ернеуінде тұрғаны, адамдардың мәшһүр болған аттары ана жақта шыр-шыр етіп жатқаны, талайлардың ет жақыны, қимасы, ұсталмаған ұры, әйтпесе зинашы. Жарқ етсем деп жүргенімен аттансап, өтірікші, қиянатшыл, мақтаншақ. Айтар болсақ, сенде де мін аз емес, көбіміздің жағдайымыз мәз емес. Осыны айтсаң, ұнатады кім сені, осы болған даналардың мұңшері. Мұны айтқанда сүйреп сақал жағадан, пайғамбардың көбін халқы сабаған, тоқпақтаған, тепкілеген, өлтірген, аталарын айтып мақтап желпінген. Бабаларын білгіш санап Алладан, өзеуреген, өз-өздерін алдаған. Тәкәппарлық дерті адамды меңдесе, іблістің ізбасары ендеше. Ашшы дәрі ақиқатты жек көрген, шайтан иттің ешегі көп ерттелген. Жалған деген жалаулатып ұранды, мың айтсаң да мойындамау бұларды. Уайымдамау ақыретті, бақиды, ақиқатты айтсаң көздер ақиды, ұмытқандар Құран менен Құдайды, жалған өтіп барады деп жылайды. Иманды жан сон ойлап та жасыма, бақыт күтіп тұрған жоқ па бақида? Бұл дүние мұсылманның түрмесі, жәннаттанық әбігерде жүрмесі. Бар ғаламда мұндай жалған жоқ шығар, бүгін жақсың, ертең жаман боп шығар. Бүгін патшаң, ертең пақыр боп қалар, бүгін шалқар, ертең тақыр боп қалар. Құритын құл Құдай жаққа қайтарда, құлақ салар өтірікші шайтанға. Сұм жалғанда дін талабы қатты деп, өтірікке тамсанады тәтті деп. Жалған осы бал татиды татқану, ақты қара, қара нәппақ деп тану. Жалғанда бар жамандықтың бәр түрі, бұл жақта үстем іблістің тәртібі. Қараңғыдан шыққан адам жарыққа, парасатың болса осыны парықта. Осы күні қайсы бір кісілерге намаздың парыз етілгенін айтсаң, Алла қалаған күн оқимын ғой дейді. Әй, Алла қаламақ түгіл бұйырған жоқ па еді? Құрандағы Зарият сүресінің 56 аятын неге оқымайды? Сонда бұл адам маған Алла жеке бұйрық шығарсын дей ме? Мұнысы тәкәппарлық емес пе? Алла елшісі Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Жүрегінде дәннің көлеміндей тәкәппарлығы бар адам жәннатқа кірмейді деген. Солардың біреуі болып қалдан қорқу керек қой. Екі түрлі адам бар. Жұрт ішінде жабықсаң жан жұбанар, әнжір аман болса да қалжың аман, елім деген ерлердің әр заманда қарсы айырылып жүрегі қан жылаған, ең маңызды нәрсені жеткізе алмай, басы қатқан, болдырған, қалжыраған. Бұхар өткен халқының қамын жеген, абайда да болмапты дамыл деген, қайтып қана қауіпсіз сезінесің, шайтан жүрсе айналып қаныңменен. Бәрі де рас, бір жансың, бір денесің, жарқылдайсың, жайнайсың, гүлденесің, қайтып бақыт таппақсың, көп ойыңның іблістен екенін білмегесің. Білмеген соң сен одан сақтанбайсың, мақпалдайсың, кіршіксіз аққардайсың, ойлаған соң солай деп, Алла алдында пенделік парызыңды атқармайсың. Елін сүйген, үмітін өшірмейді, жолын оның кессе де кесірмейлі, залым шайтан, сұм шайтан, аяр шайтан, аямайды ешкімді, кешірмейді. Иманыңмен қас қақпай арбаса кеп, имамыңның айтқаны далбаса деп, барын салып азғырар лағнетулла, бірде бір жан жәннатқа бармаса деп. Қай кезде де ғалым аз, надандар көп, шайтанға жақтас болған адамдар көп, бақытты боп басқаға көрінгенмен талай тура жолды табалған жоқ. Ерік берсең қу нәпсі, нетілемес, сенім керек, сөгілмес, сетін емес, қой үстіне боз торғай салған ұя, шын бақыттың ол дағы кепіл емес.
сәжде жасап, көзінен жасты ақтарған, жібітеді жүрегін тас боп қалған екі-ақ түрлі адам бар, жаратқанға бағынғандар, және одан бас тартқандар. Бір келіншек бүгін мені алдайды, жұбатады, атады деп бақыттың құбатаңы, шампан ашып, шаттанып, шапалақтап, қалжыратып төсекке құлатады. Құшақтап құлаймын жастығымды, есіме алып бақытқа мас күнімді, талай түндер талықсып оңашада, жастығымның ішіне жастығылды. Өмір өтіп барады, ескен желдей, жағдайымды ешкім жоқ ескергендей, масайрап та қаламын анда-санда, мақтап асаба тост бергендей. Өмір сүрдім ерімнен бөлек көп жыл, арқа сүйер азамат керек боп жүр, мен алуға жағдайы бар жігіттер дүниенің соңында дедектеп жүр. Біреулерге бәрібір бар жоғымда, тайғақ кештім тағдырдың тар жолында, маған жар болар адам жатыр бәлкім, жаутаңдап темір тордың ар жағында. Біреулер есірткіден қашалмай жүр, кей ауыз ішімдіктен босамай жүр, осыдан бір еркектік шығып қалар дегендер әйелінен асамай жүр. Жігіттің менмін деген ширақтары қарық қып ештеңені қиратпады, түскенде ауыр салмақ арқасына шыдамай сырт сынды сирақтары. Секілдем жас бүршігін жарған шыбық, жаң өмір жарылқардай алдан шығып, жаның сүйген жақсы жар жолғар деп алаңдатты талай жыл алдам шүміт. Өмір самғап барады самұрықтай, мен жүрмін сол өмірдің мәнін ұқпай, жерінемін тірліктен жеміс таппай, талдан талға ауысқан кәрі құрттай. Алдапты тәтті сөзбен сағым елес, сорым бопты махаббат бағым емес, қырық қырды кеткен соң аттап өтіп, шағынатын жігітке шағым емес. Жаным деген бір сөзге шөлдедім мен, жал құйрықсыз өтермін енді өмірден, ұл тауып ұлан асыр той жасайтын күннің де келмесіне көнгемін мен. Қолдан келер бәрібір қайраным жоқ, қазағымды көбейткім келгенім мен. Бір жұлдыз қонам десе маңдайыма, қарамас ем ешкімнің жағдайына, ағатай мен дайыммын ала қой деп, жармасам енді кімнің шалғайына. Ермек қуып жүргендер сауықпенен, қол бұлғасам қазірде шауып келер, күйеуі бар әйелдер қайда барсам қарайды енді маған қауіппенен. Әйелдердің басында бағы бары, қасында еркелейтін жары бары, сай болып тұрған соң төрт құбыласы, ойланып біздер жайлы не қылады? Ешкімді де келмейді кінәлағым, мен ұнатқан жандарға ұнамадым, отағасы жоқ үйдің ішін сәндеп, алтын гауһар тағамда жұбанамын. Ертеңіне болумен әркім алаң, өмір ағып барады сарқыраған, жоғымды тауып әкем бере алмайды, болса да қанша жерден алтын адам. Бүгінде нәсібім бар, кәсібім бар, жанымда жалғыздық бар жасырынған, аңырап қалмау үшін ару қыздар шаңырақ көтеруге асығыңдар. Бүгін мені алдайды, жұбатады, тойшы қауым жүздері гүл атады, жер ортасы жасына жеткеннен соң туған күнін қай жесір ұнатады. Не пайда? Өзім өте жақсы көретін жазушы ағам бар еді. Өзім намаз оқи бастаған соң сол кісіге барып уағыз айттым. Өз ақшама сатып алған кассеталарымды қадия еттім. Ол селқос тыңдады. Мен жай бір қиялы, елес қуып жүрген біреу сияқты болып қалдым. Бір күні теледидардан ол кісінің өмірден өткен туралы хабарлап жатты. Өкіндім, әттең ай дедім. Ол кісі уағында намаз, Құран кітабын оқығанда бұлай қайғырмас едім. Себебі Алла сүйген құлдарына дінді нәсіп етеді. Ондай адамның салихалы ұрпақтарының, жақындарының жасаған дұғасы, берген садақасы оның артынан сауап болып барып тұратын еді. Дінсіз кетті бір ағам, дінсіз кетті. Бір рет азан шақырмай үнсіз кетті. Түртінектеп жүрді де тіршілікте, ақыретін ойламай мұңсыз кетті. Бәлкім көшпес көңілден, көзден кетті. Жұрт айтқан жылы жұмсақ сөзбен кетті. Атақ абырой, мал мүлік жинап еді, бәрі қалып қос құлаш бөзбен кетті. Жаяу кетті, көлігін мінбей кетті, медалінің бірін де ілмей кетті.
мүңкір нәңкір қоятын 3 сұрақтың ең болмаса біреуін білмей кетті. Алтын басын Аллаға имей кетті, шариғаттың шарттарын сүймей кетті, тым болмаса жұмада Раббысы үшін жай намазға маңдайы тимей кетті. Бұйрығына Тәңірдің көнбей кетті, көрден соңғы өмірге сенбей кетті, көкірегінен Дарвин мен Ленин жаққан атеистік алауы сөнбей кетті. Күліп келген күнәдан қашпай кетті, молда айтқан сөзге құлақ аспай кетті, қос дүниелік бақытпен қауыштырар Құран кәрім парағын ашпай кетті. Жүрегіне сіңірмей иман нұрын, игіліксіз ғылымнан жиған білім, тірісінде тәрк еткен аяттарды жатыр оған бағыштап имам бүгін не пайда? Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.